Отандық өнімдеріміз Қытай сөрелеріне жол тартпақ. Қазақстандық өндірушілер Қытай нарығына шығу мүмкіндіктерімен танысты. Көрмені Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы, ұлттық кооперативтер және экономикалық қоғамдастық ұйымдастырды. Жергілікті кәсіпкерлерге инвестиция тартуға және өнімдерін Қытай нарығына шығаруға қолдау көрсету дәл осы жобаның мақсаты. Бізде Қытайға өнім экспорттауда айтарлықтай тәжірибесі бар кәсіпкерлерде жоқ емес. Іскерлік байланысын нығайтуды көздеп отырған кәсіпорындардың бірі кілем өндіруші Бал текстиль компаниясы. Кәсіпкер ретінде осы Қытай рыногына қандай мүмкіншіліктер бар, сол туралы көптеген мәліметтер алып жатырмыз. Бірақ біз отандық өндіруші ретінде Қытай нарығында 3 жылдан бері жұмыс істеп жүрген компаниямыз. Біз үшін енді жаңа идеялар, жаңа мағлұматтар бар бұл жерде. Бірақ біздің сатып жатқан Қытай бөлгесі ол Шыңжаң бөлгесі, осы қазақ ұйғырлардың тұратын жерлері. Отандық тауар өндірушілер осы кездесуде China Cup Қытайдың ең ірі кооперативтер желісімен танысты. Алып компания елдің нарығына шығу тетіктерін айтып берді және кезеңдеріне тоқталды. Кәсіпкерлер қойған сауалдардың дені отандық өнімді сертификаттау, логистика және маркетинг бағытына қатысты болды. Ең үлкен сұраныс ол органикалық таза тағам. Біз осы бір ай бұрын бір топты апардық. О жақта Қытай нарығында өте үлкен сұраныс, біздің шөп шайлары өте қатты алды Қытайлар. Бірден келісім берді, және бал, және жаңғақтар. Сіз білесіз, Қытай нарығына кіру үшін өте қиын ол. Өйткені көптеген құжаттар дайындау керек. Ол өте қиын жол. Бірақ біз оларға айтып жатырмыз. Біз сіздерге жеңіл жол ашып беріп жатырмыз. Өйткені China Coop жүйесінде 341 магазин бар. Біз ол магазиндерге, дүкендерге сіздерді бірінші этап ретінде дегустационный этап дейміз. Оған ешқандай үлкен құжаттар керек емес. Аталған жоба аясында кәсіпкерлерге Қытай нарығына шығуға қажетті арнайы оқыту курстары алдағы уақытта тегін ұсынылмақ. Қазақстандық 11 кәсіпкер Қытай нарығына биылдан-ақ шығуды жоспарлап отыр.